Бисмиллах. Жана біз бірінші мәселе шүкірлікті айтып кеттік. Яғни өзіңе істелінген жақсылыққа ақылы бүтін адам қайрым жасағысы келеді. Яғни сөздің қорытындысы бірінші тақырыбымыздан Аллах тағаланың бізге берген жақсылығы мол болатын болса, онда біздің қайрымыз, шүкірлігіміз болу керек екен. Аллахқа шүкірлік етуіміз қажетті істердің бірі болып табылады екен. Енді екінші мәселе. Бізді дайындыққа дайындайтын мәселенің біреусі, ол бәріміз білеміз, білуге тиісті болған нәрсе. Тіпті Құранда Аллах бізге жиі ескертетін нәрсе. Аллахтың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі бұны бізге жиі естеуді әмір етіп кеткен нәрсесі, ол біздің өміріміздің қысқалығы. Ерте ме кеш пе біздің өмірден өтетіндігіміз. Бір күні сөзсіз біз өмірден өтіп кететіндігіміз. Сондықтан Аллах тағала Құранда бізден де абзал болған, бізден де сүйікті болған соңғы пайғамбары Мұхаммедке иннака маййтун деп айтады. Сен өлесің дейді. Сен өлесің дейді. Яғни бұл рас ақиқат нәрсе. Ал сол пайғамбарымыз үмбетіне айтады: Аксиру мин зикри хазимил лаззат. Адамның рахатын қашыратын өлімді жиі ойлап тұрыңдар дейді. Бір күні өмірден өтем деген сияқты. Екінші, бұл өлім мәселесіне келген кезде қазақтарда қазір өлді деп айтады, пәленше өліп қапты деп қоямыз. Бірақ ілгергі уақыттарда өліп қапты деген сөздің орнына басқа сөздер қолданатын. Қандай сөздер? Қайтыс болды, яғни Құдайына қайтты деген мағынасы түрде. Екінші, шаруасы бітті. Тіршілік, адам өлмейінше шаруа бітпейді өзі. Күйбен тіршілік бітпейді. Сондықтан екінші сөзі қолданып, шаруасы бітті. Үшінші не дейді? Дәм тұзы таусылды деген мәселелерден айтып отыратын болған. Енді расында хадис бойынша адамның дәм тұзы таусылмайынша оған өлім келмейді екен. Мысалға, бір адамға Алматыдан құдасының үйінен барып бас пен жамбас жеу тағдырына жазылып тұрған болса, сол бас пен жамбасты жемейінше ол өле алмайды екен. Оған сол күйінде жазып қойған өмірдегі Құдайдың бекіткен рызқысын тауысып барып өмірден өтеді екен. Бірақ ол біз үшін беймәлім. Қашан ол соңғы асымызды ішіп отырғанымызды ешкім білмейміз. Қашан біз соңғы кеше шайымызды ішкенімізді еш уақытта біле алмаймыз. Сол үшін әр қашанда, әр кезде осы нәрсенің бар екенін еске алуымыз керек. Екінші, Құран аяттан қараған кезде сендер Құдайға қайтасыңдар деп келмейді. Құдайға қайтарыласыңдар деп келеді. Ва илайхи туржаун. Қайтасыңдар десе, онда Құдайға қайтуды біздің өзімізге еркімізге берген сияқты. Мысалға, мен білетін болсам, мен өмірден 90 жасымда қайтам деген ой пікір барған болатын болса, онда маған ой келу мүмкін: әй Құдай, күнә істесең кешірім сұрасаң кешіремін деп тұр. Мен 80 жасқа дейін жүре тұрайын ойнап күліп, 90 жасымда құлшылық ете саламын 10 жыл. Сөйтіп Құдайға дайындалып барамын деген ой туы мүмкін. Бірақ ешкім білмейді би айи ардин тамут, қайсы жерде өтіп кететінін дейді. Ешкім білмейді екен. Сондықтан осы бір нәрсеге тағы да ықтият болуымыз керек. Одан кейін біз үйде тыныш жүрсек, өлім келмейтін сияқты, сақ жүрсек, өлімнен сақтанатын сияқты ойлаймыз. Сақтану керек, бірақ Аллахтың тағдырынан қашып кеткен ешкім жоқ. Осы жерде бір екі мысал келтіреді. Теңізші менен диқаншы жолығып қапты, дастархандас болыпты. Бұл ілгергі уақытта, қазірде оңай емес, мықты кемемен жүр, суға батып кеткен адамдар да бар. Ол кезде теңізші болу деген өте үлкен бір қатерлі жұмыс еді. Ер жүрек адамдар кемеге отыратын сияқты еді. Ол кезде кемеге отырғандардың көбісі қорқып, жылап, бала-шаға әйелдердің отыруы қиын еді ол кезде. Ол кемемен қыдыру үшін емес, шынымен бір өжеттілік танытып, бір рызық несібе теру үшін шығатын. Өйткені ол кезде кемегелер ағашты шегемен қаққан, толқындар келгенде, теңізді қат шайқаған кезде сондай алып толқынның биіктігі дейді. Қазіргі өткенде телевизордан көріп отырсақ айтады, 30 метр биіктікке дейін көтерілетін толқындар бар екен. Ойлаңыз, 30 метр дегеніміз, енді әр үйде бір 2 метрден деп алған күнде бұл 15 этаж үй деген сөзді. 15 этаж үй. Ал 15 этаж үйдің төбесінен шайқалмай, қимылдамай, қатып тұрған фундаменті мықты 15 этаждың төбесіне шығып, төбеден крышадан төмен жерге қарасаңыз, басыңыз айналады, дұрыс па? Үйдің шетін басқыңыз келмейді, мойныңызды созып қарайсыз. Ұшпа-ұш аяғыңызды ұшына қойамайсыз. Ал су құсап, шайқалып, тербеліп тұрған 30 метр толқын сол ағаш кемені аспанға көтеріп алып барып
бүкіл кеменің қабырғасы сықырлап, қытырлап, қаусап, ішіне су төгіліп жатқан кезде, 30 метрге көтерілген кезде, ол кездегі адамдардың ойлауы, иман дәрежесі басқаша болып кетеді. Сонда кемедегінің жаны бір деп жататын сол да. Кемеде ондай қиын толқын болған кезде бөліну деген болмай қалады екен да. Және де Құран аятында осыны жиі мысал келтіреді. Кемедегілерді толқын, таудай толқындар келіп ұрғылай бастаған кезде, кемедегілердің бәрі бір Құдайға сыйынады дейді. Мейлі, сол кеменің ішінде әруаққа сыйынатыны бар болсын. Сол кеменің ішінде күнге, отқа, Исаға, кімге болсын, періштеге сыйынатын болсын, кемені шайқаған кезде ешқайсысы әруаққа сыйынатын әруаққа сыйына алмайды екен ол кезде. Исаға сыйынатын Исаға сыйынбайды екен. Күнге сыйынған күнге, отқа сыйынған отқа сыйынбайды екен. Бәрі бір Құдайға сыйына бастайды екен да. Өйткені сол ғана құтқаратын біледі. Ол кезде оған әруақ көмектесе алмайтынын біледі. Бірақ адам сау кезінде тәкаппарланып сөйлей береді. Сондықтан қатты қиыншылық келген кезде Аллах Тағала бәрін білуші, адам жайбарақат кезінде, жағдай жас кезінде айта беруі мүмкін, бірақ шын қиындық басына төтеп берген кезде ол бір Құдайға сыйынып кетеді екен. Міне сондай бір теңізші болады. Айына шамамен 2 апта бойы теңізде жүреді екен. 2 апта құрлықта семьясына келеді, табысына келеді, бала шағасының ортасында отырады. Сол теңізші диқаншымен дастархандас болады. Диқаншы сұрайды, мамандығың не дейді? Теңізші дейді. Соны айтады, сенің басың істемейді дейді. Сен неге басын қатерге тігіп жүрсің дейді. Саған құрлықтың бетінде жұмыс табылмай қалды ма? Сол толқынға теңізге шығасың. Бір күні асау толқындардың бірісі жұтып кетсе қайтесің? Сен бала шағаң не болады сол кезде? Анау әйел бала шағаң қайға қарады? Кім асырайды? Сол бала шағаң асырайын деп жүргенде мүлдем асырай алмай қалып жүрме. Бұл сенің қызық басқа жұмыс табылмағандай. Әкең қайда өлді сенің дейді. Теңізде дейді. Атаң қайда өлді сенің дейді. Теңізде өлді дейді. Сенің басың істемейді екен дейді. Сол атаң теңізде өлсе, әкең теңізде өлсе, сен неге теңізге шығып жүрсің дейді. Сонда теңізші диқаншыға сұрақ қойыпты да. Сенің атаң қайда өлді депті. Менің атам төсекте өлді депті. Әкеңші депті. Төсекте өлді депті. Мен айына 2 апта шығатын теңізде өліп қаласың деп маған насихат айтасың. Сол әкең мен атаң өлген төсекке күніге жатасың ғой дейді. Күніге жатасың ғой дейді. Адам өлмей қалатын жер жоқ та. Шынымен соп қараған кезде біз алтын төсекке жатайық. Күміс ыдыстардан тамақ жейік. Дәрінің ең мықтысын біз жейік. Бірақтан жер бетінде әлі бір дәрі де жоқ, бір мекен де жоқ. Адам ол жерде өлмейді деген. Ал ондай болатын болса, бұны ойламағаннан өлім кетіп қалмайды. Біз өлімді ұмытқаннан өлім бізді ұмытып кетпейді екен да. Сондықтан бұл ақиқат нәрсе, ол ақиқат нәрсені жиі есімізге салғанымыз, жиі естеуіміз өте қажетті нәрсе. Жалпы ақылды адам өлімді ойлайды. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламнан сахабалар келіп сұрады. Айюл муъминина акияс. Құдайға иман келтірген мұсылмандардың ішіндегі ең ақылдылары кім деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз айтты: аксарухум зикран лил маут. Өлімді көп ойлайтындар және өлімнен кейінгі ахуалға дайындалып жүргендер, мен солар ақылдылар деді. Өйткені сөзсіз болады. Қашып кете алмайсың. Амал жоқ, бір күні өлесің. Құтылатын ештеңе жоқ. Қазақша айтқандай, жасасаң да 1000 амал өлімге бөгет болмайды. Миллионды жұтқан бұл ажал түйіліп саған қалмайды дейді. Біз де бір күн кетеміз оның аузына. Жұтыламыз да кетеміз. Ол кезде қалады. Істеп жатқан тірлігіміз қалады. Ойнап күліп жүрген бала шағамыз қалады. Әйелдеріміз қалады. Туған туысқанымыз қалады. Жора жолдас қалады. Біз өлдегенде бәрі-бірге көріп кетпейді. Кейін сол көрде жаңғыз қаламыз. Жақсы амалымыз болса дос болады, жаман амалымыз болмаса дұшпан болады көрде. Сондықтан осы бір нәрсенің бар екенін адам баласы еш уақыт ұмытпау керек. Ал өлімді ойлаған кезде не нәрсе пайда болады онда? Дайындалайын деген нәрсе пайда болады да. Өлім бір бар болғаны есік қана. Есіктің ар жағында сен Құдайға қарай қадам басып кете бересің. Бұл шын ақиқи болатын нәрсе. Бұның мысалы мынау сияқты. Осы отырған бәріміз кеше әкенің белінде болдық. Одан кейін ананың бойында болдық. Одан кейін осы дүниеге келдік. Одан кейін қабірге барамыз. Қабірден кейін не жәннат, не додаққа кетеміз. Кейбір ғалымдар адам осындай 5 жерден көшіп жүреді дейді. Бірінші көшуі дейді, ең алғашқы көшуі лайдан адам болып көшті дейді.
екінші әкенің белінен ананың бойына көшті дейді. Үшінші ананың бойынан осы дүниеге көшті дейді. Төртінші осы дүниеден қабірге көшеді. Бесінші қияметте не жәннатқа не тозаққа кетеді дейді. Соңғы аялдама не жәннат, соңғы аялдама не тозақ. Бірақ Құранда аят бар. Ла ястави асхабун нари ва асхабул джанна. Тозаққа түсетіндер мен жәннатқа кіретіндер тең емес дейді. Олар бұл дүниеде тең болмайды, ақыретте тең болмайды. Жәннат дейтін аялдамаға барғысы кеп жүргендер, жәннат дейтін мекенге барғысы кеп жүргендер, жәннаттың көлігіне отыра бастайды. Намаз, ораза, жақсылық деген сияқты. Ал дозақтың көлігіне мініп, жәннатқа барам деп ешкім ойламай-ақ қойсын. Сіз қазір айтайық, Америкаға ұшатын самолетке отырып алып, мен Сауд Арабиясына барам деп айта алмайсыз. Орта жолдан секіріп кете алмайсыз. Сондықтан шынымен де қай көлік отырсаң, сол көлік алып барады. Сондықтан біз не тірлік істеп жатырмыз, қандай амал істеп жатырмыз, соған көңіл бұруымыз керек екен. Енді жоғарыдан нарсын айтып кеттік. Біз лайдан әкенің белінде болдық, әкенің белінен ананың бойында болдық, ананың бойынан дүниеге келдік, дүниеден о дүниеге өтеміз, о дүниеде қабірге өтеміз, қабірден не жәннатқа не тозаққа кетеміз деп отырмыз. Енді осы өмірдің бәрін өзінше алып қарайық. Бізге кішкене түсінікті болу үшін бір дүниені алайық. Енді әкенің белін, топырақты бізден ілгергі қауым болса, осы отырған баршамыз кеше бір өзіміздің анамыздың бойында 9 ай 10 күн бойы өмір сүрдік. Сол жерде бізге жан берілді, сол жерде бізге көз берілді, сол жерде бізге қол берілді, сол жерде бізге аяқ берілді, сол жерде бізге көптеген біздің адам кейпімізге келді. Аллах Тағала сол жерде бізге сондай адам кейпімізге жасады. Сол ананың бойында жатқан кезімізде Аллах Тағала осындай көз, құлақ, қол, аяқ деген мүшелермен қамтамасыз етіп жатыр. Ақылға салып қарайықшы, жалаң ақылға. Ананың бойы бір өмір, әлем. Мына жердің беті сияқты, ананың іші балаға әлем. Оның өмір сүретін әлемі сол еді сол кезде, дүниеге келгенше. Бірақ сол әлемде оған көз, құлақ, аяқ беріліп жатыр. Ананың бойында бұл мүшелер ешқайсы керек емес еді. Біреусі керекке жарамайды. Көз керек па ананың бойында? Тасқаранға керек емес. Құлақ керек па? Керек емес. Дүниеге сәби келгеннен кейін бірақ естиді, ананың ішінде естімейді. Қол керек па? Керек емес. Қол қабыс болып отқан жоқ. Аяқ керек па? Шауып келіп барып келге барып отқан жоқ. Ол жерде бұл мүшелер керек емес екен. Тіл керек па? Ол бәрі сөйлемейді. Оның сөзін ешкім естімейді. Енді жалаң ақылға салсақ, ананың бойындағы әлемде оған Құдай Тағала бір мүшелерді берді, оған ол жерде керегі жоқ еді. Біз айтсақ, не қажеті бар? Шешесінің бүйрегін тепкілеп жатыр, қолменен үйтіп жатыр, шашы жүрегін айнытып жатыр, мынау бүйтіп жатыр, мынау сөйтіп жатыр, анасына жанымыз ашсын, жеңілдік жасайық деп келді оймен салып, операциялық жолмен ананың бойындағы балаға бәр бұл қол аяқ керек жоқ деп кесіп тастақ. Көзін ойып тастақ, құлағын кесіп тастап, аяқ қолын шауып тастақ. Онда дүниеге қандай бала келеді? Мүгедек келеді. Өмір сүруге жарамсыз бала келеді. Бірақ ананың бойында бұл аяқ қол олған не үшін берілді? Аллах Тағала мына дүниенің келетімізді біліп тұрды. Осы дүниеге келуімізге қам жасап берді. Осы дүниеде осы аяқпенен біз рахатты көріп жатырмыз. Осы қолменен небір рызық несібелер істеп жүрміз. Осы көзбенен қанша қызыл жасыл нәрсені көріп жатырмыз. Тілменен жоғары төмен сөз сөйлеп жатырмыз. Құлақпенен жақсы жаман сөздерді ажыратып жатырмыз. Осының дүниеде қызығын көріп жатырмыз. Тура осы сияқты ананың жатыр деген әлемнен біз осы жер деген әлемде өмір сүріп жатырмыз. Осы жерде өмір сүріп жатқан кезде Аллах Тағала және де бізге пайғамбарлар жібереді. Пайғамбарлар хадистер үйретеді. Құран кітабын жіберді. Енді бір айту мүмкін. Мүлдем дінді білмейтін, пайғамбарды мойындамайтын, Құрансыз да адамдар өмір сүріп жатыр. Аштан өліп қалған жоқ. Қызметте жүр. Ішінде байы бар, кедейі бар. Не керек бұл Құран? Қажет жоқ бұл Құран. Деп жаңа аяқ қолын шауып тастаған сияқты, Құраннан, діннен, пайғамбардан алыстатып жіберсек, ол адамдар ол дүниеге мүгедек болып барады. Аллах Тағала арғы дүниеде өкініп қалмау үшін, бақытты болу үшін, шаттану үшін, шауып жүру үшін бізге осы Құран мен пайғамбарын жіберген екен. Сол үшін Құранда аят бар: "Ман кана фи хадихи а'ма, фахуа фил ахирати а'ма ва адаллу сабила
кім бұл дүниеде соқыр болатын болса, Аллахтың кітабы Құраннан соқыр болса, пайғамбардың өсиет хадистерінен соқыр болатын болса, ақыреттегі ақиқаттардан соқыр болатын болса, ақыретте ол соқыр және адасқанның ең бейшарасы дейді. Ояқта соқыр болып қалады екен. Сол үшін бұл өмірге келгеннен кейін екінші бір бізге сол қатты ойландыратын нәрсе осы өлім мәселесі отырған. Одан кейін өлім медицина тілінде қалай сипатталады? Біз өлім деген кеудемізден жаның шығып кету деп айтамыз, өзімізше жеңілдеткіміз келеді. Көппен көрген ұлы той деп қойымыз келеді. Бірақ ол айтқандай оңай шаруа емес. Медицина тілінде өлімге мынандай термин береді. Өлім дегеніміз адамның боль дейді ғой, ауру, шыдамсыз ауру. Сондай адам денесіндегі аурудың, больдің сондай дәрежеге көтерілуі дене оған физически шыдай алмайды да өліп кетеді дейді. Бұл адам өміріндегі ең қатты боль дейді. Бұдан үлкен боль жоқ дейді. Біреудің іші ауруы мүмкін, біреу тісі ауруы мүмкін, ауырмауы мүмкін, бірақ өлмей қалатын ешкім жоқ та. Бір тіс қақсаған кезде түнімен ұйықтамай шығамыз. Аяғымыз қақса түнімен ұйықтамай шығамыз. Және де қазақ айтады ғой, адамның жаны ауырған жерінде дейді. Қазір қолымызға біреу келіп бігіз қадабаса, ауырады. Тырнағымыздың арасына ине сүңгітсе, ауырады. Бірақ бірнеше ине сүңгітсе, одан да қатты ауырады. 100 ине сүңгітсе, одан да қатты ауырады. Бірақ аяғымызды балта шауып кетсе, ауырады. Бұл қатты. Сүйегіміз үгітіліп кетсе, ауырады. Ал адамның кеудесінен жаны шыққан кезде ине тыққан жердің ғана ауыртпашылығын көріп жатырмыз. Балта шаққан кезде сол балта шаққан жердің ғана ауыртпашылығын көріп жатырмыз. Ал адамның денесінен жан шығарылған кезде ол жан бүкіл адамның клеткасынан суырылады екен. Адамның денесінде бір клетка қалмайды екен, ауырмай қалатын. Бүкіл денемен сол ауыртпашылық сезеді екен. Бір клетка жоқ, ауырмай қалатын. Бүкіл клеткадан өйткені жан шығарылады. Бүкіл нәрседен суырылады. Өлімнің ауыртпашылығын көрмей қалатын адам болмайды, бірақ жеңілдететін адамдар болады. Ол мұсылмандар екен. Сондықтан мұсылманға мұсылманша өлім, кәфірге кәпірше, Құдайдың алдында тәкаппар болғанға тәкаппарша өлім болады екен. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам дүниеден қайтар кезде Айша анамыздың алдында жатты, есіне танып қайттан келді, қызы Фатима болды, сол жерде есіне танып қайттан келіп жатты. Бірақ та пайғамбарымыз есіне келген кезде былай деп айтты: маңдайынан тер шығып жатыр. Жаны шығар кезіндегі айтқан сөздерінің біреусі: ла илаха иллаллах, инна лил маути ласакарат. Бір Алладан өзге құлшылыққа лайықты ешбір тәңір жоқ. Расында өлімнің қиындығы бар екен деп айтты да. Егер пайғамбар соны айтқан болатын болса, біз пайғамбар емеспіз. Пайғамбарды өтті, біз де өтеміз. Ертең сол өлімнің дәмін біз көреміз сөзсіз. Құтылып кететін ештеңе жоқ. Ешқандай еш нәрсе жоқ. Сен төсекте өлсең де сол, сен соғыс даласында өлсең де сол, шығатын жан шығады, бүкіл клетка сезеді. Бірақ мұсылманға жеңілдіктер беріледі. Өйткені мұсылман өлетін кезде оған періште келіп, жалпы хадис бар, адамның көзі рухының шыққан жағына қарап қалады дейді. Сол үшін өлген адамда көрген болсаңыздар, егер көрмеген болсаңыздар, егер өлікті көріп қалсаңыздар, көзін жұмып жатады, байқайсыздар ма? Өйткені көз қорқынышты болады да. Көп жағдайда өлген адам көз қорқынышты. Өте сирек күлімсіреп өлгендер. Күлімсіреп өлу бұл жақсы өлімнің белгісі дейді. Одан кейін көп жағдайда өліктер көзі жоғары қарап қалады. Өйткені өлім періштесі көп жағдайда бас жақтан келеді. Кәдімгі үрей толып кетеді. Өлген адамның көзінде үрей толып тұрады да, сол үшін қорқынышты. Мысалға біз адамның көзіне қараймыз, біреудің көзі күлімдеп тұрса, уже жүрегіміз жадырап тұрады. Біреудің қабағы түйіліп көзінде қарауытып тұратын болса, мына адам ашуланып тұрма деп айтамыз. Тура сияқты өлген адамдардың көбісі күнәсіне қарай көздерінде үрей толып өледі екен, қорқынышпенен. Сол үшін өлген адамдар қорқатын сол. Тірі адамнан көрі өлген адамнан қатты қорқады. Бірақ ақылға салсаң, өлген адам тірі адамға зиян істей алмайды. Қазір айтатын болсақ, сен осы жаңғыз бөлмеде қаласың, түнде жаңғыз қонасың, бірақ бір өлік бар, қаяқ тастайтынын білмей жатырмыз. Бір өлікті біреулер пышақтап, бауыздап өлтіріп кетті мойнынан. Көз бақырайып өліп қапты. Соны моргте орын жоқ екен. Осы бөлмеге қойып қоямыз.
Сен бір комната бөлме тұрасың, мейлі сен кухняда жат, өлік на спальныйда жатсың да, залда. Азанға дейін осы бөлмеде қал десе, жаңыз өзіңді қалдырып кетсе, ешкім болмаса, тарс еткізіп светті өшіріп қойса, ұйықтай алмайды да. Ұйықтай алмайды. Бірақ тірі адамды жатқызса, ұйықтай бересің. Шын мәнінде өлік саған ештеңе істей алмайды да. Өлік жаңағы мойны бауыз болып кеткен өлік бірақтан басып, қайттан денесіне жабысып, қарғып тұрып, қан қолымен жүгіріп барып сені қылқындырмайды. Сен анық білесің бұны. Бірақ қорқасың. Қорқасың өліктен. Неге? Өйткені оның көзінде үреймен өлген да. Ол ажал періштесін көрген. Сол үрей қорқытады. Үрейден оның көзіндегі үрей сұс береді. Біз жыланнан сұстанатынымыз сияқты. Жыланнан үрейленеміз. Өйткені жылан суық көрінеді. Өлік суық көрінеді да. Оның физически бізге зиян бермейтін білеміз, бірақ суықтықты сезінеміз. Одан үрейді көреміз де қорқамыз. Ал тірі адамнан үйтіп қорықпаймыз. Сондықтан бұл мұсылман адамның жаны шығатын кезде оған періште келіп айтады екен: ей көркем рух, жанын алатын кезде Аллахтың мейірімі мен рахметіне қарай шық деген кезде торсықтан төгілген тамшыдай болып рух шығады екен да. Аллахтың мейіріміне кетіп бара жатыр. Қуанады да. Қуанады. Шын таныған адамға Аллах әкеден де, шешеден де қайырымды. Сахабалардан сұрайтын еді: егер сен өлсең, қияметтің күні сен есепке тартса, сосын сенің есебіңді алуды Аллах тағала өзі алам десе, болмаса анаңа алдырам десе, қайсысын қалар едің? Сенің есебіңді анаң алсын ба, жоқ Аллах тағала алсын ба дейді. Сонда айтады екен сахабалар: жоқ, Аллах тағала алсын, өйткені Аллах тағала менің анамнан да мейірімді дейді екен. Аллах сондай мейірімді. Сондықтан сол Аллахтың мейіріміне шыққан кезде рух жадырап шығады да. Қуана шығады да. Ей, менің өмірім босқа кетпепті. Аллах риза істе болатын істер бар екен ғой. Аллахтың маған өлімін жеткізген, менің жанымды бірінші болып алайын деп тұрған періште маған жақсы сөз сөйледі. Аллахтың мейірімін айтты. Аллахтың мейіріміне шақырды деп, рух кедеден шығады, қиналмай шығады. Көп ауыртпашылық көрместен. Ал күнәһар адам, Аллахтың айтқанына қарсы жүрген, Құран айтса қырсығатын, пайғамбардың сөзін өткен кезде паңданатын, өзін Аллахтан да артық есептейтін, өмірден өлетін күні ұмытқан, ақыретке ешбір дайындық жасамаған, бүкіл өмірдегі мақсаты мансап пен мал болған адамдардың кеудесінен жаны шығатын кезде оған періште келіп айтады: ей лас рух, шық Аллахтың азабына дейді. Бұл қашады. Не істерін білмей қашады. Денеге тығылады. Аллахтан әмір келді, оны жанын алу керек. Қашы деп қарап отпайды. Бүкіл жан ұшырып, дененің бұрыш-бұрышына қашады екен да. Жан. Сонда періште оны суырып алады. Ана ашалы темірді сулы жүннен суырғандай деп айтады хадисте. Ашалы темір деп сіздерге түсіндірейін. Мына тауға шығатын кезде альпинистерде бір темір болады ғой, таудан тауға лақтырып іліп алатын ше. Сондай ашалы темір, басы қайырылған. Сулы жүн деген, жүнді бәріміз білеміз. Қазақтар бұның бәрін біледі. Мүмкін қойдың жүні көп үйілген жерлер аз шығар, мақтаны алып елестетсеңіздер болады. Мақта, оны сулап тастасаң, сөйтіп соның арасына ашалы темір тықсаң, тарта алмайсың. Күшің жетпейді. Анау су өзі. Су түйгеннен кейін жүні қаттаяды. Мақта қатайып кетеді. Тығыздалады. Тартайын десең тартылмайды да. Күшің жетпейді. Ал періштенің күші жетпейтін нәрсе өте зул-қуатил матин дейді, періштелер сипаттаған кезде. Өте күшті дейді олар. Өте күшті дейді. Періштелер бар, қанатымен жер төңкере салатын періштелер бар да. Олар суырады. Ал енді сол сулы жүнден ашалы темір суырамай қойған кезде, оны тракторге тиеп тұрып тартқан кезде не қылады? Жүн пүніңді жыртып, жұлып алып кетеді да. Ана жанды суырған кезде оның бүкіл клеткасын жыртып жұлып алғандай болады да. Бұл қатты ауыртпашылық көреді, бірақ ол көрген бүкіл әрбір клеткасы сезінген қиыншылықты басқаларға айтып та үлгере алмай кетеді да. Өйткені жан алу өте тез. Сондықтан шынымен екінші пайғамбарымыздың айтқаны: әксиру мин хазмил лаззат, мин зикри хазмил лаззат, адамның рахатын қашырған өлімді жиі ойлаңдар дейді. Бұл өмірдің берекетін қашыру үшін емес, ертең ақыретке дайындық жасау үшін керек. Өйткені айтады ғой, астың дәмін тұз кіргізетін сияқты өмірдің мәнін өлім кіргізеді дейді. Егер адам өлім барын ойламаса, оның өмірінің бәрі мәнсіз болып кетеді. Ол секеңдей бергісі келеді, ол томпаңдай бергісі келеді, ол күле бергісі, ол күнә істей бергісі келеді. Күнәнің көбісі өлімді ұмытқан кезде болады екен. Күнәнің көбісі Құдай қайтатын күнді ұмытқан кезде болады екен. Сол үшін Құранда аят бар:
Ва иннаха лакабират илля алал хашиин. Намаз дейді. Құдайдан қорықпағандар үшін ауыр дейді. Иман күшейген кезде намаздан жеңіл нәрсе жоқ. Иман әлсіреген кезде намаз ауыр болады. Ал тіпті иманы мүлдем төмен адамдар намазды оқығысы да келмейді. Оған қиын сияқты. Жоқ, шамам келмейді. Пенсияға дейін де жете алмайды ол. Пенсияда да ол намазды оқи алмайды. Өйткені күнә ол қарадақ сияқты. Қазіргі күнә сені оқытпай тұрған күнә жүрегіңдегі. Пенсияға дейін одан сайын көбейеді, ол мүлдем сені оқытпайды. Сені сол күнә жібермей тұр құлшылыққа. Ал күннен күнге сен намаз оқымаған, ол өз алдына күнә. Оға дейін сен қанша күнә жинайсың көзіңмен, сөзіңмен, өзіңмен, қолыңмен, аяғыңмен. Ол одан сайын қараяды да, көзің мужхиян деп келеді хадисте, төңкерілген құмырадай болады дейді. Қап-қара жүрекке айналады дейді. Ла я'рифу ма'руфан ва ла юнкиру мункаран. Ол жүрек жақсылықты жақсылық деп танымайды, жамандықты жамандық деп танудан қалады. Сондықтан қартайған кезінде өте үлкен күнәларға барып жататын адамдар содан да. Қартайған кезінде өзінде Құдайға құлшылық еткеннен гөрі карт ойнаған жақсы. Қартайған кезінде Құран оққаннан гөрі азаннан кешке дейін өсек айтқан жақсы. Әркімнің бала шағасын, үйін, әйелін, біреуді жұмыста жүрген адамдардың қызметін бүкіл өсектеп отырған жақсы. Сондықтан қазір кезде діні болмағаннан кейін ділі бұзылған қариялар мен апалардың аузынан сонда бір діни сөзін шықпайтын содан да. Тек қана барған жерде өсек, аян, тіпті сондай бір бұрын кезде ақыретіңді ойла дейтін апалар болатын болса, қазір кезде таңғалып жатырмыз. Өткенде бір қыз бала бауырымыз сұрақ қойып жатыр, орамал таққан кезде апасы жылапты да. Сенің мына бақытсыздығыңды көргенге мен жүрегім шыдамайды деп жылапты да. Бұл қандай ақымақтық. Қандай уже теріс түсінік. А ол кемпір негізі салыстырмалы түрде оның төрінен көрі жақын етті. Ол бірінші болып тағу керек еді, немересінен гөрі. Сондықтан шынымен де өмірге келгеннен кейін осы бір мәселені еш уақытта ұмытпауымыз керек. Ал шынымен де бұны ойлау өмірдің мәнісін кіргізеді екен. Тірлігіңді дұрыстай бастайсың, өміріңді дұрыстай бастайсың. Құдайға құлшылық ете бастайсың. Ертең қайтамыз Құдайға. Сол үшін пайғамбар айтқан: "Ман ахабба лиқа Аллахи, ахабба Алла лиқааху, ман кариха лиқа Аллахи, кариха Алла лиқааху" депті сахабаларына. Кім Аллахқа жолығуды сүйсе, Құдай ол пендесіне жолығуды сүйеді. Кім Аллахқа жолығуды қаламаса, Құдай ол пендесіне жолығуды қаламайды дейді. Сондықтан шынымен де біз өмірге қонақпыз, өмірден қайтатынымыз рас. Қонақ деген нәрсе келді, кетті деген сөз, ол үйде қонып қалмайды. Сол сияқты біз бұл өмірде қонып та қала алмаймыз, қалып та қала алмаймыз. Сондықтан бұл өмірге келген кезде сөзсіз ерте ме, кеш пе қайтатынымыз ешбір ғажап емес. Бір Астанада қызметте істейтін, осы құрылыс бабында істейтін бір кісі айтып отыр. Бір үйіміздің көршіміз бар еді, бала шағасы, үйі, машинасы, иномаркасы бар дейді. Сол кенеттен бала шағасы үйімен, несімен аварияға ұшырады дейді. Үй бос қалды, үрейленем дейді. Кеше ғана шуылдап отқан балалардың дауысы жоқ. Кеше ғана амандасып жүрген көрші жоқ. Кеше ғана жүрген әйел кісі жоқ. Үй бос дейді. Бірақ әп-сәтте екен дейді. Әп-сәтте өмірден адамдар кетіп қалып жатыр екен. Сондықтан ешкім білмейді кімді қандай нәрсе күтіп тұрған, кімді не күтіп тұрған. Болмаса больницада болған оқиғаның бірісін айтады. Больницаға бір жас үлкен бір кісі келіп жатты дейді. Өте еңбегі сіңген, сондай қыздар мен ұлдары беделді болған. Сонымен оны жай палатаға жатқызған екен. Сонымен оны бір авторитетный палатаға жатқызайық деп жаңағы докторлар не қылып қой, платный палатаға жатқызайық. Бұл кісі бұндай жерге жатуға тиіс емес деп өзі жаңағы жүріп тұруға шамасы жоқ, носилкамен көтеріп алып келіп адамды жатқызатын болды дейді. Сөйтіп медсестра носилкаға салып лестницадан көтеріле берген кезде тағдырда жазылады деп алып келген больницадан ажал келіпті да, ауып кеткен да. Ауып кеткен кезде өте ірі дәу кісі екен. Бірінші басы тиген кезде миы шашылып кетті да кәдімгідей. Денесінің салмағын көтере алмай. Өлтіріп алыпты. Жазылады деп отқан. Сондықтан Алла білетті. Ол қай жерде, неде, бірақтан бір хадис бар. Хайрун нас ман тола умруху ва хасуна амалуху дейді. Кімнің өмірі ұзақ болса, және сол ұзақ өмірі Құдай сүйетін істерге толы болса, ол адам жақсы адам дейді. Ал сенде намаз жоқ болса, сенде ораза жоқ болатын болса, сенде жақсы іс жоқ болатын болса, Құдай сүйетін іс жоқ болатын болса, сен әрбір ісіңде Құдаймен ерегісіп жүрсең, пайғамбардың сүннетінен алыс жүрген болатын болсаң, сенің ұзарған өміріңде ешбір хайыр жоқ. Әрбір сағаты, әрбір сәті, әрбір уақыты сен тек қана өзіңе азап дайындап жатқан өмірді ол.
ондай ұзақ өмірге қуанбай ақ қойса болады. Намазсыз, оразасыз, құлшылықсыз, садақасыз, Құрамсыз ұзарған өмірдің ешбір қайыры жоқ. Одан гөрі өлім артық. Сол үшін пайғамбар айтады: "Масалуллази язкуру раббаху валлази ла язкуру раббаху масал хаййи вал маййити." Хадисте Құдайды ойлайтын, Раббысын ойлайтын адам менен Раббысын жаратқан Құдайын ойламайтын адамның мысалы тірі адам менен өлік адам мысалы дейді. Кім Құдайды ойласа тірі, ойламаса өлік. Бар болған әлі кебіні пішілген жоқ та. Жүріп жүрген өлік те олар. Сол үшін айтады, бір адам бар, көрер, көзге тіреді, қимылдайды, отырады, жүреді, бірақ олар имандары жоқтықтан өлгендердің қатарына кіреді дейді. Сондықтан имансыздық бұл өлім болып келеді екен. Сонда өмірге келгеннен кейін өзіміз де біліп, бала шағамызды үйретіп, осы дінді ұстауға тырысуымыз керек. Дін деген бұл қиындық емес, дін деген бұл жеңілдік, дін деген бұл бақыт, дін дегеніміз қараңғылықтан жарыққа шығу, дін дегеніміз дұрыс өмір сүру, дін дегеніміз адал қызмет істеу, дін дегеніміз бала шағаны бағу, дін дегеніміз әке шешені сыйлау, дін дегеніміз намаз оқу, дін дегеніміз ораза ұстау. Дінде бір бөтен адам істей алмайтын нәрсе жоқ.